Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Сабақтың тақырыбы суды қайдан аламыз? Бүгінгі сабақта қандай денелерде су болатынын білесіңдер? Табиғи су көздерімен танысасыңдар. Судың тіршілік үшін маңызды екенін түсінесіңдер. Ауыз суды үнемді пайдалануды үйренесіңдер. Балалар, сабағымызды жұмбақ шешуден бастайық. Жұмбақтың шешуін табуға тырысыңдар. Кездеседі мұз күйде, кездеседі бу күйде. Түсі жоқ, жоқ иісі де. Ауадай қажет бар жерде. Бұл не? Дұрыс, бұл жұмбақтың жауабы су. Заттың қандай белгілері жұмбақты шешуге көмектесті? Иә, балалар, мұз, бу, түсі жоқ, иісі жоқ деген сөздер сендерге жұмбақты шешуге көмектесті деп ойлаймын. Жақсы балалар, енді бейнематериалға қарап, су туралы жаңа ақпараттармен танысайық. Сусыз өмір сүру мүмкін емес. Неге? Адам ағзасының шамамен 65% судан тұрады, ал қарбыз құрамында 90%-дан астам су бар екен. Сол секілді жануарларға, өсімдіктерге де су қажет. Осыдан-ақ судың әрбір тіршілік иесі үшін маңызы зор екенін байқауға болады. Күнделікті өмірде судың үш күйін кездестіре аламыз. Сұйық су буланады, яғни сұйық күйден газ тәрізді күйге айналады. Егер суды 100 градусқа дейін қыздырса, ол қайнап бу болады. Будан су қайтадан сұйықтыққа айналады, ал 0 градусты су қатып мұзға айналады. Бейнематериалдан алған түсінігімізді суретпен жұмыс істеуге пайдаланайық. Суретке мұқият назар аударыңдар, балалар. Суретте не бейнеленген? Ағаш, өзен, ай, күн, өсімдік, негеш пен эврика, алма, су және бұлт бейнеленген. Аталған денелердің қайсының құрамында су болады деп ойлайсыңдар? Иә, балалар, өзен судан тұрады. Стақандағы суда да су бар. Алманың құрамында да су болады. Сол сияқты бұлт. Бұлттар атмосфераның жоғарғы қабатында бірігіп, мұз қиыршығын құрайды. Ал мұздың құрамында су болатынын сендер білесіңдер. Өсімдік мүшелерінде де су болады. Жерде су бар. Адам денесі де судан тұрады. Айда, күнде су болмайды. Жақсы балалар, жер шарының 4-3 бөлігін су алып жатыр. Еліміздің аумағында қандай су қоймалар бар? Біздің елімізде теңіз, көл, өзен, бұлақ, тоған, құдық, хауыз, арық, жылға бар. Су ауада бу, қар қиыршығы не су тамшысы түрінде де кездеседі. Жер астында да су көп жиналады. Су түрлері өте көп. Бірақ олардың барлығы ішуге жарамайды. Адам ащы суды ішпейді. Себебі ащы су ішуге жарамсыз. Сонымен адам тек тұщы суды ғана пайдаланады екен. Жер бетінде
тұщы су ащы суға қарағанда өте аз кездеседі. Сол себепті ауыз суды үнемдеп жұмсаған дұрыс. Суды қалай үнемдеп пайдалануға болады? Су адам өмірінде, өсімдік пен жануарлар тіршілігінде маңызды орын алатыны бізге белгілі. Адам суды ас әзірлеу, тазалық сақтау үшін пайдаланады. Сондай-ақ судың ағынының күшін пайдаланып, электр энергиясын өндіреді. Мұхит, теңіз сулары арқылы көптеген жұмыстар жүргізеді. Мысалы, кемелер мен жүк пен жолаушы тасиды. Бау-бақша өсіреді. Мысалы, 1 килограмм картопты өсіру үшін 300 литр су жұмсалады екен. Осыған қарап, өсімдікті өсіру үшін өте көп мөлшерде су керек екенін түсінеміз. Тұщы ауыз суы тек адамға ғана емес, өсімдікке де, жануарларға да қажет. Осылай ауыз су арқылы қаншама жұмыстар жүзеге асырылады. Тұщы су аз болғандықтан, оны әр адам үнемдеп жұмсауы қажет. Мысалы, тіс тазалап тұрғанда шүмекті бұрап жауып қою керек. Ванна орнына себезгіні жиі қолданған дұрыс. Ас үйде жұмсалатын судың көбі ыдыстарға кетеді. 4 адамдық бір отбасының бір күндік лас ыдыстарды қолмен жуған кезде шамамен 100 литр су кетеді екен. Осыған керісінше ыдыс жуатын машиналарды қолданатын болсақ, олар бұл істі 12 литр сумен тындырады екен. Сондықтан қолмен жуғаннан көрі ыдыс жуатын мәшинеде біз ыдысты жусақ, суды үнемдейді екенбіз. Және мәшинені қосарда аз ыдыс болатын болса, онда қысқа бағдарламаны таңдау абзал. Себебі су ол табиғаттың баға жетпес сыйы. Сусыз адамның, өсімдік пен жануарлардың тіршілік етуі мүмкін емес. Таза суды сақтамасақ, болашақта тұщы сусыз қалуымыз мүмкін. Суды қорғау, ол тіршілікті қорғау екенін ұмытпайық. Олай болса, балалар, су туралы мақал-мәтелдің жалғасын табайық. Судың да дұрыс сұрауы бар. Су анасы дұрыс бұлақ. Сулы жер, нулы жер. Бұлақ көрсең, көзін аш. Өте жақсы балалар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта қандай денелерде су болатынын білдіңдер. Табиғи су көздерімен таныстыңдар. Судың тіршілік үшін маңызды екенін түсініп, ауыз суды үнемді пайдалануды үйрендіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.